Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге беттеріңізге керемет нәрлендіретін, ылғалдандыратын, ағартатын, әсіресе бетінде майда әжімдер бар ханымдарға керемет маска жасап көрсетемін. Сондықтан видеомнан алыстамай соңына дейін көріңіздер. Және де каналыма тіркелмеген жандар каналыма тіркеліп қоңырау батырмасын басып каналымды қолдап жіберсеңіздер, сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Сондықтан каналымнан алыстамай барынша қолдау білдірсеңіздер, және де осы масканы біргелікте жасап бірге әдемі болып жүрейік. Ол үшін картоп крахмалы, біраз қасық және де біраз қасық қаймақ және де Е витамині қажет болады. Е витаминін мен аптекадан алдым. Қазіргі көбінесе аптекаларда ампула жаңағыдай майда таблетка сияқты түрлері бар. Ол қиындау болады сығу, сондықтан осындай жидкий шишадағы түрін алуға тырысыңыздар. Өте керемет. Енді осы үш массаны жақсылап біріктіріп, араластырып, таза бетімізге жағып 20 минутқа қалдырамыз. Сонан соң барып жылы сумен жуып тастаңыздар. Енді пайдасы өте керемет болып шығады. Мен бұны аптасына 3 рет жасаңыздар, енді сіздерге нәтижесін береді. Енді мен сіздерге картоп крахмалы қандай эффект беретінін айтып өтейін. Картоп крахмалы беттеріңіздегі майда әжімдердің кетуіне, табиғи жолмен кетуіне көмектеседі. Және де лифтинг эффект беретін болады. Қаймақты білесіздер, беттеріңізді ылғалдандырып, аппақ болуына көмектеседі. Ал Е витамині ол бетіңіздегі өте майда, көзіңіздің айналасындағы әжімдердің кетуіне көмектесетін болады. Сондықтан видеомды көргендеріңіз үшін рахмет. Келесі видеомда кездескенше сау болыңыздар.